Алматы облысында дүниежүзілік қан доноры күніне арналған акция өтті. Қаскелен қаласындағы облыстық қан орталығында ұйымдастырылған шара «Бір тамшы адамгершілік қан тапсыр, өмірді сақтау» ұранымен бастау алды. Акция барысында ең көп донор болған азаматтар мен қан қызметінің дамуына үлес қосқан медицина қызметкерлері марапатталды. Толығырақ тілшіміз Аяулым Сағынғали тарқатсын. Кейде адам өмірін сақтап қалу үшін үлкен ерлік жасаудың қажеті жоқ. Бар болғаны азғана уақыт бөліп қан тапсыру жеткілікті. Бүгін Қаскелен қаласындағы облыстық қан орталығында дүниежүзілік қан донорлары күніне арналған іс-шара өтті. Мұнда тұрақты түрде қан тапсырып, талай жанға үміт сыйлаған донорлар марапатталды. Дүниежүзілік қан доноры күні жыл сайын 14 маусымда атап өтіледі. Бұл күн қан топтары жүйесін ашқан австриялық ғалым иммунолог Карл Ландштейнердің туған күніне орай белгіленген. Ал биыл Алматы облысында атаулы күнге арналған акция Қаскелен қаласындағы облыстық қан орталығының базасында өтті. Іс-шараға облыс тұрғындары, тұрақты донорлар, медицина қызметкерлері және денсаулық сақтау саласының өкілдері қатысты. Нақты цифраға тоқтайтын болсақ, Алматы облысы бойынша 29 мың астам донор бар. Оның ішінде 12 мың астам қайтарымалы донорлар бар. Оның ішінде 1000 донор біздің тұрақты донорларымыз. Күнделікті өздеріңіз білесіздер, неше түрлі жағдайлар болады. Осы әр донордың берілген қаны кемі дегенде 3-4 адамға көмек жасайды, 3-4 адамның өмірін сақтап қалады. Оның ішінде жүкті әйелдер, кішкентай нәрестелер, травматологиялық және үлкен күрделі оталық процедурадан шыққаннан кейін, хирургиялық операциядан шыққан біздің науқастарға осы әр донордың берген қаны сондай өмірді сақтап қалады. Шара барысында ұзақ жылдар бойы өтеусіз қан тапсырып жүрген құрметті донорлар марапатталды. Олардың қатарында бірнеше рет емес, ондаған рет қан тапсырған азаматтар бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жандар қоғамға үлгі болып қана қоймай, донорлық мәдениеттің қалыптасуына да үлкен әсер етеді. Менің қазір қан тапсырып жатқаныма бір 8 жылдай болып қалды ғой деймін. Өтірік айтпасам, Қарасай ауданына көшіп келгеннен бері мен Қарасай ауданында тапсырам. Мен өте қуаныштымын. Өзімнің денсаулығымна пайдалы. Одан басқа бір адамның өмірін сақтап қалсам да, ол үшін мен бір қазағымның өмірін сақтап қалғаныма өте қуаныштымын. Өзімнің еліме, халқыма қол ұшымды беріп жатқаныма да қуаныштымын. Ары қарай денсаулығым жақсы болса тапсыра беремін. Мамандардың айтуынша, донор болу үшін ең алдымен адамның денсаулығы тексеріледі. Қан тапсыру қауіпсіз жағдайда арнайы медициналық бақылаумен жүргізіледі. Сондықтан